Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздермен осы лечо салатын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен помидорымыз, чесногымыз, және де көкшөптеріміз, укропымыз, және де кинзамыз, сәбізіміз, және де переціміз қажет. Енді біз перецті 4 бұрыштап турап аламыз, сәбізді үккіштен өткіземіз, ұзынша қылып, және помидорымыз блендерден немесе мясорубкадан өткіземіз. Және де укропымызды тураймыз, және де чесногымызды блендерден өткізіп аламыз. Мінекей біз барлығын турап қойдық, сәбізімізді ұзынша еттік, чесногымызды турадық, перецімізді 4 бұрыштап турадық, және де помидорымызды біз блендерден өткіздік. Мінекей қайнап жатыр помидорымызды, ең бірінші саламыз. Ол қайнағанда үстіне сұйық майды құятын боламыз. Сұйық май біз 150-200 мг көлемінде құйдық. Енді осыны жақсылап араластырамыз помидорды. Мінекей қайнаған кезде біз енді осының үстіне жаңағы туралған сәбізімізді ең бірінші салатын боламыз. Үстіне помидордың үстіне салып аламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Және де осы помидор мен сәбізіміз қайнағанша күтетін боламыз. Жақсылап қайнау қажет. Мінекей біздің қайнап жатыр. Мінекей енді үстіне перецімізді саламыз. Және де тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей енді осының үстіне біз тұзымызды және де қантымызды қосатын боламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Мен мөлшерін астына жазып кететін боламын. Мінекей енді біз осыны жарты сағат қайнатуымыз қажет. Барлығын салып болғаннан кейін жарты сағат жақсылап қайнау қажет. Орташа отта қайнататын боламыз. Мінекей енді біздің салатымыз дайын. Жарты сағат қайнады. Енді осының үстіне көкшөптеріңізді қалауларыңыз бойынша салуға болады. Және де чеснокты да салып жібереміз бірге. Өстіп жақсылап араластырамыз. Мінекей енді бұны біз 5 минут қайнатамыз. Міне 5 минуттан кейін 35 минут қайнады. Енді біз өшіруге 5 минут қалғанда үстіне уксус құятын боламыз. Менде 9% уксус, одан мен 2-3 ас қасық қосатын боламын. Мінекей енді 5 минуттан кейін өшіріп банкаларымызға құямыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өстіп жақсылап жауып алсаңыздар, қыста өте дәмді, сондай әрі пайдалы. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.